Niño. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум достар, сіздермен қазақстандық жаңа арна Делакс. Бүгінгі видеомызда 5 қорқынышты мистикалық видеоны ұсынатын боламыз. Әдеттегіше видеоны жалғыз көруге кеңес бермейміз. Ендеше көп күттірмей бастаймыз. Алғашқы видеомызда голландиялық әйел өзінің үйін түсірген. Әрине ол өзінің үйінде қандай да бір паранормальды құбылыстың куәсі болған. Әйел үйде жалғыз еді. Бірақ та үйден шыққан оғаш дауыстар оны жалғызсыратпайтыны анық. Үйде барлығы өзімен өзі қозғала бастады. Ас бөлменің жарығы бір өшіп бір жанып тұрды. Ас бөлмеге кірген бетте ол жерде ешкімнің жоқ екеніне көз жетеді. Бірақ та шкафтың есіктері өзімен өзі ашық тұрды. Ол қорыққанынан артқа бұрылды. Және шкафтың бірі қатты жабылып, жарық сөнеді. Сол сәтте ас бөлмеден қара сұлба әйелге қарап кері кетеді. Екінші видеомызда ауруханада күзетші дәлізде кетіп барады. Шарлар ешқандай адамсыз, құдды күзетшінің артынан аңдып бара жатырғандай. Күзетшінің айтуынша орындықта отырған 2 баланы көрген. Және оларға шарларды беріп аз да болсын сөйлесіп өткен. Бірақ камераны қарап отырған екінші күзетші рация арқылы байланысқанда екеуінің үстінен мұздай су құйып жібергендей болды. Күзетші балалармен сөйлескеніне нақ сенімдеді. Қалай ойлайсыздар, сіз ауруханаға барғанда сізге көрінген балалар шын мәнінде адам ба? Тим, үлкен ғимараттардың біріндегі күзетші. Бір күні ғимараттың қай жерінен екені белгісіз, есікті соққан дауыстар шықты. Дереу телефонын шығарып видеоны бастаған. Hello? What the fuck? Whoa! Hello? Who's there? Hello? Өздігімен манекен, одан кейін әйнек жерге құлай түсті. Тим қорқынышты жылаған, әйелдің дауысын естіді. Сосын қайдан екені білгісіз, қорқынышты, қырылдаған дауыс шықты. Hello?
Тим қорыққанынан қаша жөнелді. Бірнеше апта өткесін Тим қайтып түнгі кезекке келді. Сол кезде қайтып үрей тудыратын оғаш оқиғалар басталды. Hello? Кім, немесе не екені белгісіз біреу темір жүк тасығыштың үстінде тұрады. Не болса да, ол жай мен кері шегінуде. Тим фонарикті жаққан бетте ол көзден ғайып болады. Жігіт түнгі күзетші болып жүріп, өзінің көргендерінен әбден жүрексінгенін айтады. Осы оқиғадан кейін ол келесі күн ақ жұмыстан кетеді. Индонезиялық құпия жерлерді зерттеуші жігіт өзінің кезекті зерттеуінде көп қанға боялған Кайу атты тастанды ауруханаға келген. Аурухана Индонезияның Ява атты аралында орналасқан. Кайу ауруханасы сонау 1933 жылы салынған. Өзінің шамамен 80 жылдық тарихында жаман жақтарымен есте қалған. Куәгерлердің айтуынша ауруханада кезіп жүрген қарт медбикенің елесін көрген. Және де ескі ауруханада қайтыс болған науқастың елесін деп байқаған. Онымен қатар адамдардың көзіне неше түрлі заттар елестей бастады. Мысалға алатын болсақ, адамның қанды ізі, баспалдақ бойындағы жүгірген қара адам секілді жиі көрінген. Аурухана өз жұмысын 2015 жылы аяқтап, тастанды ғимарат атанды. Зерттеуші жалғыз өзі сосын жанына өзімен бірге фонарик пен телефонды алып барады. Телефоннан өзінің шағын аудиториясына арнап тікелей эфир өткізуде. Аурухананы аралап жүріп жан-жақтан шыққан дауыстарды естіген. Бірақ оны бұл дауыстар уайымдатпаған сияқты. Кейіннен ол ауруханадағы рухтарға келіп, өздерімен кері байланыс жасауын сұрады. Сол кезден бастап оқиғалары орын алды. Udah, suara-suara saja. Tunjukkan semua ejakulasi kalau memang kalian ada di sini. Lingkau. Аурухана зембілі өзімен өзі қозғалуда. Бірден аяқ қолы дірілдеп ғимараттың ішкі жағына қарай жүгіре жөнелді. Кірген бетте қорқынышты дауыс естіле бастады. Дауыс шырылдап жатырған қоңыраудың дауысындай. Weh, menyekikliau tak? Ya! Ada, ya Allah, ya Allah. Шығатын есік тарс етіп бірден жабылды. Және жаман дауыс естілді. Одан да қорқынышты палатасының арасында біреу қарай қалды. Сол сәтте зерттеуші қорыққаннан аурухананың басқа бөлігіне қаша жөнелді. Бірақ ол жақ бұдан да қорқынышты. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
Ол бұрылған бетте бос бөлмеде тұрған қорқынышты қыздың елесін көреді. Жігіт бар күш қайратын жинап қызға қарай атыла жөнелді. Жігіт қатты қорыққаннан аяғы қалшылдай бастады. Ол бұл жерден кетуді ойласа да, оның көрермендері кері осы ауруханаға оралып, басқа да бөлмелер мен палаталарды зерттеуін сұрады. Және соңы қалай аяқталарын ойламаған еді. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngecium bau nggak enak teman-teman di sini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ancok matamu. Astagfirullahaladzim ya. Allahu Akbar ya Allah. Ya Allah ya pergi panjang mana jantung anjing. Қыздың сұлбасы палаталарының бірінде ары қарап қозғалмай отырғанын байқады, бірақ оның басы бұрылудың орнына шалқая қарап тұрды. Осыдан кейін индонезиялық зерттеушінің шыдамы бітіп қаша жөнелді, және кері ол жерге оралмады. Уэйт есімді жігіт күн ұзағына қызы мен итінің жанында болып бөлмесінен шықпағанын айтқан. Ол сол түні итін далаға шығармақшы еді. Сол кезде үйде біртүрлі заттар басталды. Nope. Go to the room. Go, Daisy. Go. Көргендеріңізде орындық өзімен өзі қозғалуда. Бұны көрген автор кері өз бөлмесіне қайта жөнелді. Екінші видеода ол өзінің есігін біреу тырналап жатырғандай дауыс шығарып, оянып кеткенін айтады. Басында ол иті деп ойлаған. Бірақ иті жанында жатыр. Кейін басталған қорқынышты оқиғаларға куә болыңыздар. No. Shit. You okay? Сыбырлаған дауыс, есікті тырналаған және де қатты шыққан дыбыс естіп, ұйықтап жатырған қызын алып, үйден қаша жөнеледі. Ал достар, біздің шағын видеомыз соңына да жетті. Видео ұнаған болса, лайк басып, YouTube арнамызға жазылып қойыңыздар. Видео туралы ойларыңызды комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Қазақстандық жаңа арна Deluxe. Аман, сау болыңыздар.